Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін бізде қазақ тілі сабағы 7 бөлім Қазақстандағы ұлттар достастығы. Сабағымыздың тақырыбы ұлттар достығының ұйытқысы. Оқу мақсаты: проблемалық сұрақтарға тыңдалған мәтіннен деректер келтіре отырып, дәлелді жауап беру, өз жауабын өзгенің жауабымен салыстыру, талқылау. Жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай көркемдегіш құралдарды орынды қолдана отырып, шағын мақала, нұсқаулық әңгіме құрастырып жазу. Оқылым тапсырмасы: қазір ақпарат құралдарына, теледидар арналарында Қазақстандағы халықтар достығына байланысты әңгіме, сұхбаттар, көрсетілімдер жиі беріледі. Қазақ ежелден бауырмал, ұлт нәсіліне қарамай, жалпы адамзатты жақсы көреді. Ұлы Абайдың «Адамзаттың бәрін сүй, бауырым» деп дейтін қағидасы бар емес пе? Адамдар арасындағы сүйіспеншілік пен махаббатты қасиетті дініміз ежелден уағыздап келеді. Бойында бауырмалдылық, қонақжайлылық, кеңпейілділік бар ұлт қана ынтымағы жарасқан елге айналады. Кеңес үкіметі тұсында да ұлтаралық достықты басты ұстаным етті ғой. Сол кезде қалыптасқан халықтар достығы қазір де жалғасып жатыр. Қазақстан 100 ұлттың отаны деген қағиданы біз жүрегімізге құйып өскен ұрпақпыз. Тәуелсіздіктен кейін ол өзгеше сипат алды. Бұл күнде ассамблея атқарып отырған жұмыс сан алуан, өзінің алға қойған мақсаты, жобалары, шаралары бар. Достықтың отаны Қазақстан гүлдене берсін. Оқылым тапсырмасына ой-түрткі сұрақтарына жауап береміз. Ұйытқы сөзінің мәнін түсіндіріңдер. Ұлы Абайдың «Адамзаттың бәрін сүй» дейтін қағидасын қалай түсінесіңдер? Еліміздің достық пен татулықтың мекені болуының басты себебі неде деп ойлайсыңдар? Ал енді тыңдалым тапсырмасы. Құлақ түріп тыңдайық. Қазақстан Халқы Ассамблеясы бұл бірегей институт республикадағы тұрақтылықты сақтап отыр. Ендеше ел дамуына да өзіндік үлесін қосып келе жатқан ассамблеяның тарихына тоқталып өтсек. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының құру бастамасын 1992 жылы тәуелсіздіктің алғашқы жылына арналған Қазақстан халқының бірінші форумында жариялады. Бұл әлемдік тәжірибедегі тың бағыт болатын. Ал 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан Халқы Ассамблеясын құру туралы жарлығы шықты. Мұндай институт құру қажеттілігі саяси тұрғыдан да, тәуелсіз мемлекеттің тұрақтылығы үшін де керек болды. Иә, әу баста міндеті мен мақсаты айқын болған ассамблея еліміздегі ұлттар мен ұлыстарды бір шаңырақтың астында айрандай ұйытып отыр. Оның басты ерекшелігі де жоғары заң шығару органында парламентте этностық топтар мүдделерінің кепілді өкілдік етуін қамтамасыз ету. Қазіргі уақытта ассамблея құрамында 394 мүше бар. Сондай-ақ ассамблея еліміздегі 100-ден аса этностың басын біріктіріп, тұрақтылықты сақтап отыр. Ендеше ассамблеяның негізгі міндеттеріне тағы бір тоқталып өтсек. Этносаралық қатынастар саласында мемлекеттік органдармен өзара байланысты нығайту, қоғамда этносаралық келісімді және толеранттылықты дамыту, экстремизм мен радикализм көріністеріне қарсы әрекет, азаматтардың саяси құқықтық мәдениетін қалыптастыруға көмек көрсету, сондай-ақ Қазақстан халқының ұлттық мәдениеті, тілдері мен дәстүрлерінің өркендеуін, сақталуын, дамуын қамтамасыз ету. Тыңдалым мәтінін тыңдап болдық. Енді оқылым және тыңдалым мәтініне байланысты тапсырма. Екі мәтінді салыстырып, бұрыннан білемін, жаңа ақпарат, менің ойымша және білгім келеді арқылы осы кестені толтыру. Бізде кері байланыс тапсырмасы 117 беттегі 5-ші тапсырма. Қазақстан сөзінің әр әріпімен басталатын патриоттық сезімге әсер ететін сөйлемдер жазыңдар. Бұл бізде кері байланыс тапсырмасы болатын. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.